Бұл қала жақында жер бетінен жоғалып кетуі мүмкін. Бұл әлемдегі жалғыз көліксіз қала. Венецияда жолдар жоқ, тек су жолдары бар. Қаланың бәрі арналар мен тар көшелерден тұрады. Қозғалыстың жалғыз жолы жаяу немесе қайықпен. Алғашында бұл жер батпақты алқап болған. Венеция тұрғындары соғыстардан қашып, өз ұрпақтарын қорғау үшін осы жерге қала салуды ұйғарған. Олар емен немесе қарағай ағаштарының діңдерін шегеге ұқсас пішінде кесіп, оларды батпаққа тығыз қағып кіргізген. Содан кейін қазықтардың үстіне тас қабаты төселіп, жарықтары бетонмен толтырылған. Бүгінгі таңда біз көріп жүрген судың үстіндегі осы таңғажайып қаланы құру үшін бірнеше ұрпақтың қажырлы еңбегі қажет болған. Жұптар гондола мен көкірек күмбірі көпіріне дейін жүзе алады. Аңыз бойынша көпірдің астында сүйіскендер махаббатын мәңгілік етеді. Бүгінде Венеция өзінің соңғы күндерін санауда. Теңіз деңгейінің көтерілуіне байланысты бұл теңіз ғажайыбы бір күні толқындардың астында мәңгілікке жоғалып кетуі мүмкін.